Аяжан, кеттік қыдыруға. Жоқ, барғым келмейді. Енді ешқашан көшеге шықпайтын шығармын. Не болып қалды? Міне, бетіме секпіл шықты. Бәрі күннің астында көп ойнағаннан болды. Енді бұрынғыдай әдемі болмай қалдым. Ол не дегенің? Сен өте әдемісің. Және де сенде бұрында секпіл болды ғой? Жоқ. Секпілді жек көрем. Аяжан, бос сөз мұның. Сен әдемісің. Жүр онан да қыдырайық. Жоқ, рахмет. Не істеп отырсың? Түріңе қарасаңшы. Гүлдердің иісі керемет аңқып тұр. Фу! Неге фу дейсің? Гүлдерім, ренжімеңдерші. Сендер фу емессіңдер. Гүлдер, ренжімеңдер. Бірақ сендерге қарауға жиренем. Түкке тұрмайтын нәрсемен айналысқанды да қараңдар. Қайдағы бір гүлді иіскеп. Жоқ, Дәуке. Дайындалыңдар, жаңа тапсырма бар. Гүлдерді бірге алып жүруге бола ма? Қалжыңдап тұрсың ба? Аяжан, сенің ең жақсы көретін ойыныңды ойнайықшы. Сауқым жоқ. Елдос, мына секпілдер менің көңіл күйімді бұзды. Ой, сепкілге бола осынша мұңаюға бола ма? Меніңше ол саған жарасып тұр. Алмаған ұнамайды. Менің бетімнің аппақ тап-таза болғанын қалаймын. Ал сен өзіңнің қандай ақылды, әрі әдепті, білімді екеніңді білесің бе? Осыншама қасиеттеріңді ешқандай сепкіл жасыра алмайды. О, салют! Аяжан, Елдос! Сәлем! Мынау Софи ғой. Бонжур, Софи! Аяжан, сен ренжіп тұрсың ғой. Софи, сен мені түсінуге тиіссің. Қарашы менің бетімді қандай екенін. Аяжан, сен өте әдемісің. Аяжан, көрдің бе? Ал сен болсаң, бетім сепкіл деп қоймайсың. Аяжан, сендер Парижге келсеңдер қайтеді? Әлемдегі ең сәнді көйлектер бізде екенін білесің. Оларды көргенде қуанбайтын адам жоқ шығар. Алақай, мен нағыз сәнгерлерді көргім келеді. Оның несі қызық? Алайда сенің көңіліңді көтерер болса, барайық. Сендерді күтем. Түстікте жатыр тасы көнені, түстікте сирек аңды көресің. Батыста мол ескерткіші даланың, қиырдағы қала жатыр мәңгі ұйқыға бөленіп. Дүниеде мол ғой қызық бар ана, қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Дүниеде мол ғой қызық бар ана, қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Мына жер әдемі екен. Тамашалауға уақыт жоқ. Тезірек жүр. Нағыз ақылсыз бұлбұлсың. Тез болсайшы. Қош келдіңдер, достар. Сәлем, Софи. Эх, Париж. Сәннің отаны. Қаланы көрсетуге дайынмын. Менің Лувр мұражайын көргім келеді. Я, Елдос. Лувр әлемнің әйгілі мұражайларының бірі. Қалай десеңдер де, мен өз басым сәнгерлер үйіне барамын. Сәл шыда. Луврде не бір ғажап суреттерді көресің. Сәулет жәдігерлері мол. Мен Елдосты жақтаймын. Сәнгерлерді ше? Оны көруге әрқашан үлгересің. Жарайды. Қандай әдемі гүл. Мына жәдігерлер тура тірі сияқты екен. Иә, ертедегі Грекияның мүсіндері өте ғажап. Сендерге әлемдегі ең әдемі әйелдердің бірінің мүсінін көрсетейін.
Махаббат құдайы мен әдеміліктің мүсіні. Бірақ өкініштісі, оның қолы жоқ. Қолы жоқ дейсің бе? Онда ол қалайша ең әдемі әйел бола алады? Қазір көресіңдер. Ол шындығында әдемі және нәзік. Оны Венера немесе Афродита деп те атайды. Махаббаттың, сұлулықтың және мәңгі жастықтың құдайы. Оның қолы жоқ деген жоқсың ба? Мынау Венера емес. Түк түсінсең бұйырмасың. Қара, мына жерде түсініксіз бір нәрсе болып жатқан сияқты. Меніңше бұл жерде ұрлық болып жатыр. Сақ болайық. Оның толық аты жөні Венера Милосская. Мүсінді бір шаруа Милос аралынан тауып алыпты. Венера Милосская әлемдегі ең әйгілі мүсіндердің бірі. Аяжан, қарашы, міне. Шынында оның қолы жоқ па? Иә, енді оның мүсіні де жоқ. Кешіктірмей ұрылардың ізіне түсуіміз керек. Қане, тезірек қимылдайық. Мына гүлді қара. Оны кім түсірді екен? Меніңше бұл ұрылардан қалған сияқты. Елдос, әне олар? Дәл солар. Ей, тоқтаңдар! Бұлар қайда кетті? Жердің бәрі толған мүсін. Ой, Венера Милосская! Қолға түстіңдер ме, ұрылар? Ұшатын тау көрінді. Ол дәудің ұшатын аралы. Қап, біз үлгірмедік. Олардан айырылып қалдық. Саспа, біз оларды жеңеміз. Алға! Ұрылар, қане, мүсіңді қайтарыңдар. Сағыздай жабысып айырылмады ғой мыналар. Тәртіпке шақыршы. Алақай, біз жеңдік. Жарайсың, Аяжан. Батыл шайқастың, Елдос. Екеуіне де ризамын. Венераның мүсінін бүлдіріп алмай құтқардық, ау әйтеуір. Қарашы, ол қандай әдемі. Қолы болмаса да. Я, үйге қайтатын уақытта болыпты. Рахмет, сендерге достарым, жолдарың болсын. Тұмар патша, ол қазақ жерін жаудан жанын сала қорғаған батыр әйел. Ол өтте тәкаппар, өр мінезді сияқты. Әйтпесе батыр болар ме еді? Ал сен болсаң, қайдағы сепкілдерді ойлап қанша жыладың? Нағыз сұлулық адамның ішкі дүниесінде екенін түсіндің бе? Иә, Венераның мүсінін көріп, мына Тұмар патшаның келбетіне қарап, мен де түсіндім. Кешір. Ал сен бұбымен шайқасқан кезде тура Тұмар патшаға ұқсап кеттің. Солай ма?